Шымкентте 300-ден аса көше жөнделіп жатыр. Бір мезетте басталып кеткен жол жөндеу жұмыстары жүргізушілердің еркін қозғалуына кері әсерін тигізуде. Шіліңгір шілденің ыстығында кептелісте тұру мезеткенін де жасырмайды. Күндіз кедергі келтіреді, оны түнге сменге қойып жөнбесе жақсы болар еді. Қазір мысалға болмаса сағат 11-ге дейін автобус жүреді, 4-ге дейін. Сол екі орталықта жүрсе, кешке елдер жұмыстан барып, жұмыстан қайтқан кезде автобуспен, көлікпен қайтатын кезде кедергі болмас еді. Бұлар сол елдің жұмысқа баратын қайтатын уақытымен қабаттасып, не тудырып жатыр да халыққа да. Ыңғайсыздық тудырып жатыр. Решили сделать, вот поэтому и делают. А что нас будут спрашивать? Ну, есть какие-то, может, когда-то сделают. Качество мы посмотрим потом весной, когда вот это вот пройдет, потому что сейчас слой-то маленький. А весной будет видно. После зимы полопается, как всегда. Көшеде құрылыстар жүріп жатыр енді. Кейбір көшелерде часпиктің уақытында пробкалар болады. Кешке қарай часпик басылғаннан кейін пробкалар болмайды. Әр кезде әртүрлі болады. Солай ешқандай кедергі тудырып жатқан жоқ. Осылайша тұрғындардың ойы екіге бөлінген, ал әкім тараптардың талабын түсінбей әлек. Я понимаю, когда не делаешь, скажете, не делаете. Когда делаешь, делаешь. Что делать? Просто это сезон, время, которое надо именно сейчас сделать. Это освоение средств, это рабочие места. После кризиса придется всех на работу вытащить. Это у людей денег нет. И это не просто так. Это президентом было поручено, чтобы всех призвать к работе. Айта өтейік, қазіргі таңда жол құрылысы Қонаев, Республика даңғылы, Түркістан көшелері мен Әл-Фараби алаңында қызу жүргізілуде. Қала іргесіндегі елді мекендерде назардан тыс қалмаған. Барлығына бюджеттен 2,1 миллиард теңге қаржы қарастырылыпты. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нарньюз.